Соңғы қамшыгер. Сырттан кірген кезде үй ішінің сілтідей тұнған тыныштығынан күдіктенген би мырзаның мазасыздана соққан жүрегі түпкі бөлмеден тық-тық жөтелдің әлсіз дыбысы шыққанда ғана сәл байырқалады. Шілденің ми қайнатар ыстығы жер көкті аптап жалынымен күйдіріп, ауа тымырсық әрі еңсені басар қапырық болса да, қария үстінен шидем шапанын тастамаған болатын. Осыдан біраз уақыт бұрын өзінің тұрғыласы жастық шағының даңғаза қызығын бірге өткізіп, бір-бірімен тонның ішкі бауындай біте қайнасып кеткен осынау ұзақ ғұмырларында жұп жазыспай келген көз қимас досының халі ауырлап кетіпті деген хабарды естісімен, көрші ауылға арлы-берлі ағылып жатқан көліктердің бірімен келіп қалған еді. Өзінің кір жуып, кіндік кескен туған ауылынан ірге көтеріп ауданның басқа бір ауылына жұмысқа орналасқан жалғыз ұлының қолына көшіп кеткеніне бір шама жылдар болса да, бар өмірінің ыстық суығы, қызығы мен шыжығы, қуанышы мен күйініші осы ауылда өткендіктен бұл өңірге ат ізін суытып көрген емес. Шамасы келгенше жиі келіп кетіп тұрады. Осыдан 20 шақты күн бұрын ғана келгенінде Оспан өзінің соңғы кезде ыңқыл-сыңқылы көбейіп, кеудесінде бір сырылдың пайда болғанын, әсіресе түн баласында тынысы тарылып, демегетін болған айтып шағымданғанды. Әйтсе де, далаға өз аяғымен кіріп шығатындай шамасы бартын. Айналдырған дерт, ақыры алмай қоймайды дегендей, тағдыр ақыры мұны да ажал төсегіне сұлатып салып, ғұмырының соңғы сәтін күттіріп қойған сыңайлы. Қолқаны қапқан күлімсі бір иіс шыққан тар бөлмеге кіргенде, алғаш көзіне шалынғаны күре тамырлары білеулене көгеріп, булыға жөтеліп жатқан сырқат еді. Аз ғана күннің ішінде көзі шүңірейіп, ішіне кіріп, екі жағы пышақ жанығандай суалып, жүзі ақ шөлмектей қуарып, аса бір ғарып халге түсіп қалғаны байқалды. Бір кездері небір асауларды құлағынан басып жерге жығатын, атан жілік небір нар жігіттерді бұзау түсті дырау қамшымен бір салғанда ат үстінен тақиядай қағып түсіре беретін қамшыгер досының дәрменсіз мүшкіл халін көргенде, би мырзаның көзінен еріксіз жас шығып кетті. Кемсеңдей келіп қолын ұстаған би мырзаны күректей алақанынан жазбай таныған Оспан, оның қолын салалы, еті қашқан сіңірлі саусақтарымен қыса түсіп, едәуір уақыт бойы жүрек тұсына қойып ұстап жатты. Қыстыға жөтелгендіктен екі иінінен дем алып, кеудесі ұстаның көрігіндей бір басылып, бір көтеріліп жатыр. Хал ахуал сұрамақ болып оқталған би мырзаның ниетін біліп жатса керек, Оспан оған үндемей отыра тұр дегендей, әлсіз ғана басын шайқады. Сүт пісірім уақыт өткенде ғана барып көзін ашқан кезде оны тағы да көкжетел қысып, қатты болықтырып тастады. Өткен жолы келгенде онша мән бермеген екен. Сырқаттың беті тым қатайып кеткені байқалды. Басы жай күркілмен басталған жөтелдің соңы қырылға ұласып, бара-бара науқастың дыбысы шықпай қалады екен. Қазірде шеке тамырлары адырайып, бет жүзі қып-қызыл болып бардым кеттім күйдің үстінде, өлі мен тірінің арасында күй кешіп жатыр. Буындырып жатқан көк жөтел сәл толастаған бір сәтте Оспан егімен төсек астын меңзеді. Би мырза оған төсек астынан балықтан босаған қаңылтыр қалбырды алып берді. Аузына толған жалқақ қақырықты сол қалбырға түкіріп, бетін қағазбен жапқан Оспан ыдысты орнына қой дегенде ишарат жасады. Өзінің мына дәрменсіз күйінен ыңғайсызданғандай, кескен теректей сұлап жатқан жайым осы. Құр сүлдерім жатыр демесең, қазір мен өлген жанмын. Әйтеуір сана ояу, сезім шатаспаған соң жалған дүниенің маған тартқызар дәмәлі таусылмағанын іштей сезінем. Дәл қазір ештеңеде өкінбеймін. Құдайға шүкір, асарымды асап, жасарымды жасадым. Тағдырдың адам баласына беретін қуанышы мен қайғысында, өмірдің жан жадыратар ләззатты күндерімен арқан аяздай қарып, жүрек сыздатар күйініш сәттерінде басымнан өткердім. Жарық дүниеге шыр етіп келгеннен бергі шолақ ғұмырда бір күндей болмай зыр етіп өте шықты. Көрер қызығы әлі алдында деген жастардың қыршын кеткен баласы өмірлеріне қабырғаң сөгіле қиналады ғой. Оның жанында менің жасымдағы адамның тағдырға өкпе тартып, оған кірбің қабақ танытуы берісі асылық, әрісі болмашыға бұртиып жоқ жерден қияңқы мінез көрсететін жас баланың шалдуырлығына саяма дерсің. Баз бір қиналғанда жанымды қинауға салмай алып кетпеген Құдайдың да тамағы тоқ екен. Енді қайтейін, жүзге келсең де шіркін, жан тәтті екенде, кімнің бір күнгі өмірін қиып қара жердің астына кіргісі келер дейсің. Бәріне шыдарақ едім.
Тек жалғыздыққа төзе алар емеспін. Жөргекке оралған жас балада ұзақ жата беруден жалығып, аяқ қолын тырбаңдатып еркіндікке ұмтылмаушы ма еді? Менде тіпті сондайда қауқар қалмады. Өне бойымды өздігімнен билеп, аяқ қолымды жинай алмай жатқан кезімде қасымнан аузыма су тамызатын адамның табылмай қалғаны жамбайыма батады. Несін жаңғыртып, жаңа қылып айта берейін. Кезінде өзіңнің айтқан ақылыңа құлақ аспай, жар етіп алған құрдасыңның түрі анау. Соңғы кездері ішуін бұрынғыдан да үдетіп, жанымда бір болса, бірде болмай қалады. Есірік көңілдің өрекпеуімен алды-артты болжамай-ақ аяқ асты үйлене салған едім. Енді міне омыраудағы жас баладай әлдилеуді қажет ететін жазмыштың ауыр тауқыметіне тап болған шағымда күтімге алып, аст үстіме қарар деген адамның істеп жүрген қарекеті анау. Жаманға жасаған жақсылығын құмға сіңген сумен тең демеуші ме еді халық. Соның кері маған келіп отыр. Бәрінің қисынын келтірген тағдырдың салуына лажың бар ма сірә? Міне бәке, біздің жағдай осындай деп, көп сөйлегенінен шаршап қалған Оспан аз кем көзін жұмып демалатын ыңғай байқатты. Арагідік ұзақ-ұзақ жөтеліп алады. Бұғанасы шодырайып шығып кетіпті. Қушиған кеудесі көтеріліп басылып, тамағынан сыр-сыр еткен жайсыз дыбыс шығады. Бар жағдайды өз көзімен көріп отырған Бимырза әлі сол үндемеген қалып отыр. Оспанның ымдауымен оның кеудесін жоғары көтеріп, басын биіктетіп арқасына жастық қойды. Қартайған сайын адамның жылуы қайтама науқастағандықтан ба, Оспан әлсін-әлсін дірілдеген қолдармен жан-жағын қарманып көрпесін қымтана береді. Үнсіз отырудан жалықты ма, болмаса науқастың көңілін бөлейін деді ме, Бимырза өзінің отбасының, ауыл аймақтың, туған туысқандардың, көз көрген таныстардың хал ахуалын айтуға көшті. Оспан мұның әңгімесін тыңдап жатпаған сыңайлы, тек өзі сыйлайтын досының көңілін пәс етпес үшін ғана тыңдаған сыңай танытып жатқаны байқалады. Шындығында Оспанның ойы сонау бір балауса жастық шақтың бұла күшке толы, сезім қытықтап, жүрек толқытар күндеріне оралып қайта қайырылмас жастығымен сырласып, өткен өмірінің ең бір аяулы шақтарының беттерін парақтап кеткен еді. Елдің айтуына қарағанда, бұл туғанда шағын ғана дәулеті бар мұның әкесі байтақ Қаратай елін шақырып, олы жіңгір той істегенімен айналасын разы қылар той-томалақ жасаған көрінеді. Әйтсе де, мойнына таспақ салып жүріп, Құдайдан сұрап алған жылбыстың адам боларына шүбә кетірсе керек. Оған себеп, мұның ай күніне жетпей 7 айлық кезінде жарық дүниеге шала туылып келгені болғанға ұқсайды. Бертінге дейін өз замандастары Шалабай деп қағытумен келгенді. Әжесінің айтуынан білетіні, 6 айына дейін кереге басына ілінген атасының тымағының ішін мекендеп, беті бері қарадау деген кезде ғана тал бесікке таңылғандығы болатын. Ес біліп, ат шалын тартып мінген кезінде көкейінде жатталып қалған көрініс, әкесінің тұр-тұрпаты мен оның әманда жанынан тастамай алып жүретін мүйізден айшықтап жасалған насыбай шақшасы мен ішіне жіңішкелеп қорғасын салып өрілген 12 таспалы бұзау тіс дырау қамшысы еді. Ауылдастар айтатын, мұның әкесі Жұман бүкіл Қаратай еліне аты шыққан қамшыгер, әрі тақымынан салымды шығармайтын айтулы көкпаршы болыпты. Ел аңыз ғып айтатын мынадай бір оқиға мұның есінде қалыпты. Әкесінің жасырақ кезінде оның қолының қарамын сынап байқамақ болып, осы аймаққа аты шыққан Қисамбы байдың бұла болып өскен ерке Тотай мұрагер ұлы Құлшан мырза әдейілеп келіп Жұманның үйіне атының басын тірепті. Көкпарға жаңадан ғана түсіп жүрген жас жігіт бай мырзасымен байланысудан бойын аулақ салса да, жастайынан ойына келгенін істеп үйренген, әлі күнге ешкіммен еш нәрседен тауаны шағылып көрмеген өркөкірек Құлшан өз дегенінен қайтпай отырып алыпты. Бір жағынан Жұманның өз өнерін көрсетуден бас тартқанын, жайың белгілі болды жігітім. Ортан қолды көптің бірі болдың ғой сен де бір деп, оны ішінен табалап миығынан күліп отырғанда. Оған себеп, өз ортасында бұл да тәп-тәуір қамшыгер, әжептәуір ысылған көкпаршы болып саналатын. Әлде сонысы көңіліне тоқтық сезіміне желік бітірді ме, кім білсін, бұйдадан мезі болған түйедей тартыншықтай берген Жұманның көңілін орнықтырмақ ниетпен ол бүкіл ауыл ақсақалдарын жинап алып, жазатайым ойыннан от шығып, арты жамандық қоласса, жас жігітке ешқандай айып тақпайтынын айтып сөз беріп, уәдесінің шын жүректен айтылғандығын растап, нан тістеп, сертті қолдарынан қан шығарып бекіткенді. Осылайша қызыққа жиналған жұрт қақ жарылып ортаға Құлшан шығады. Өзінің еріксіз осы іске араласқанынан реніш білдірген Жұман
екінші жақ шетте ширығып тұрса керек. Қолына сығымдай ұстаған дойыр қамшының ұшы түсі ызғарлы қара шұбар жыландай ирелеңдеп жерде жатады. Келісілген шарт бойынша құлшан қой терісінен жасалған жилетке оның үстінен шолақ тон киіп, ең сыртынан бүкіл ат үстін жапқан толып киіп тағатсыздана күтіп тұрады. Ауыл ақсақалының белгісінен кейін мырза Жұманның алдынан көлденеңдеп өте береді. Аспанға асқыра көтерілген дойыр қамшы көз ілеспес жылдамдықпен сілтегенде ат үстінде қалың киіммен қорбиып отырған мырза жерге өкіре құлаған көрінеді. Осы оқиғадан кейін құлшан 2 ай төсек тартып жатып, қой терісіне оранып, сорпаланып әзері беті бері қарапты. Содан былай біздікі қолпаштауға үйренген желөкпе, даңдайсыған көкірек қана екен. Көкпар, қамшыгерлік біздің қол емес көрінеді. Шын өнер иесі Жұман екен деп мойындап, бұрынғы әбес әдеттерінен сап тыйылыпты деседі. Міне, бар өнері көкпар мен қамшыгерлік айналасында өткен әкесі өзі сүйген өнерден мерт болды. Ел сөзіне қарағанда қайшы қажының қызын ұзатқан тойда Жұман көкпар тартуға қатысыпты. Доданы бұзып жарып өтіп, салымды көршісінің үйіне әкеліп түсіріпті. Әкесінің сол көкпардан келгендегі түрін ол кездері есі кіріп қалған Оспан әлі күнге дейін есінде сақтап қалған. Бет аузын қан жапқан әкесін ат үстінен түсіріп алған кезде қолындағы басы кесілген суға салып ісінген салым серкені бір топ адам оның қолынан әзер ажыратып алысқанды. Саусақтары қарысып қалған екен. 2 күннен кейін әкесі есіне кірмеген күйі, тіл ауызсыз жатқан күйі дүние салған. Жұман сырт көзге тым сұсты көрінетін жан еді. Жалғыз мұрагері Оспанның өзін еркелетуге сараңтың. Әйтсе де бұл әкесін елден ерек жақсы көретін. Сөйткен әкеден балиғатқа толмаған, ойын баласы кезінде айырылып қалған Оспан жетімдіктің ашы зарын тартып өсті. Бертін келе шешесі қайтыс болды да, бұл толдыр жетім қалды. Ағайын қолында көз түрткі болып, ата-ана мейіріміне зәру болып өскендікі ме, бұл тым тұйық еді. Ауыл молдасынан шала-шарпы тіл сындырып қаратанды. Ауыр жұмыс, жаздың аптап ыстығы мен қыстың қыраулы, аязы суығы шынықтырды ма, әйтеуір жас кезінде түшкіріп көрмепті. Есейе келе, аяқ қолы балғадай, тепсе темір үзетін қарулы, мықты жігіт болып өсті. Ұмытпаса, мұның бала кезі болатын. Оспанның бүкіл Қаратай елін бір шыбықпен айдап, қойдай өргізіп жусатып отырған Әбдікерім бидің алдына істі болып барғаны бар. Ол бұлай болған еді. Ағайынның кірбің қабағын көргеннен кейін жасына қарамай, алпамсадай болып өскен Оспан иесінің қолынан сүйек саяқ дәметкен иттей жамағаттарына көзін сүзіп, салмағын сала бермей, ішіп жемін өзі айырмақ болып Сапақ байға жалданып, соның жылқысын бағуға шыққанды. Қасындағы серіктері де Алтайдың қытымыр қысына шынығып өскен білекті жігіттердің. 4 бақ, мағым денелі сәт қажуды білмейтін, жүрген жері әзіл қалжың, қуаныш күлкі болса, бойы сырықтай, тарамыс денелі зақан жауырыны жерге тимеген балуан болатын. Қоспасы, сәттің нағашысы қабден сөзге шешен, өз ісіне ұсынықта, көне тарихқа шежіре жан болатын. Ұзақ түнгі күзеттен шаршап шалдығып келгенде өткен заман тарихынан сыр шертіп қасындағы серіктерін разы қылатын. Әкесі жайлы біраз деректерді де осы қабденнен естіп білгенді. Міне, осы серіктерімен күзеуде отырған Сапақ байдың жылқысын күзететін Оспан түн ортасы ауа зақанды ауыстыруға келген. Әзірге ит құстан аман болғандықтан күзетке жұптаспай-ақ жалғыз-жалғыздан шығатын. Қабден ауылда немере апайы қатты науқастанып жатыр деп соның көңілін сұрауға кеткен. Қар әлі түсе қоймағанмен қара күздің суығы денені қарып жіберетін. Бұл күндегі әдетінше табынды 2 рет айналып шығып, өкпек желге сыртын беріп, ықтай тұрып жайылған атының басын бос қойып, жайбарақат тұрған. Небір заматта тоқпақ жалды торы айғыр арқырай кісінеп, мұның ойын бөліп жіберді. Мезгілсіз уақытта кісінеген айғыр даусынан секемденген бұл тізгінді жинай берген сол еді. Сол жақ бүйірден 4-5 салт атты біреулер сылаң етіп шыға келді. Дауыстар дыбыс бергенше екінші шеттен тағы да біреулер жылқыны қаумалай еріп, қиқулап қуып берді. Манадан бері айыра алмай тұрғаны топтанған бөрі тобы емес, арам ниеттерін жүзеге асырмаққа бел буған кәнігі барымташылар екен енді ғана бағамдаған Оспан әдегенде не істерін білмей сасқалақтап қалды. Келгендер талайда қаңғақсатқан әккі қолар болса керек,
Бір тобы жылқыны қуып, қалғандары қуғын сүргін бола қалса, жолын тоспаққа кейіндеп қалып келеді. Қолындағы жалғыз қару әкесінен қалған дойыр қамшыны білей ұстап, астындағы мейіздей қатқан қарагерге бұл да қамшы басты. Алдың кес-кестеген торушыларды бір-бір тартып өте шыққан бұл артында не болып, не қойып жатқанынан бейхабар болатын. Тек соңғысының аттан өкіре құлағанын анық сезді. Жылқының қарасынан көз жазып қалмауға тырысып, қарагерді қысабақ келеді. Шұрқырай кісінесіп, түнгі тымық даланы дүбірге толтырып бара жатқан табын соңынан қалмай келеді. Табын соңындағылар жалғыз жылқышыны баяғыдақ жері растандырды деп ойласа керек, өздеріне қалтқысыз сенген көңілмен асықпай сүкпей, сар желіскен кетіп барады. Еті қызған қарагер ауыздықпен алысып келеді. Әлде алғаш рет құлаш сермеп шалып қимылдағандікі ме, болмаса отбасына ие болып отырған қатындары мен шиттей жан шекі өкпе жас бала-шағаларына несібет тауып, жан сақтау үшін күндіз-түні бел шешпей, жарғақ құлақтары жастыққа тиюге мұршалар жоқ серіктерінің жылқы жауға алдырса байдан алар сыбағаларының аса қатыгез әрі қымбат боларын сезінді ме әйтеуір Оспан алды-артын ойлатпайтын албырт көңілмен өлермендене алға ұмтылып келеді. Ең соңындағыны салып өтті. Ол тақымдағыны қатқан қара сойылын алып үлгере алмай ат жалын құшып жатып қалды. Соңынан кеп қосылған қарайғанның өз ниеттеріндегі жан емес екенін енді ғана байқағандай қос қанатта кетіп бара жатқандар бұған қарай төтелей салды. Басын шытпен шарт тиіп байлап алған алғашқысы жете бере сойылын сілтеп өтті. Бұл аттың оң қапталына аунап түспегенде жігіттің қатты сілтеген сойылымының қарағысын ойып, миын аузына түсірері хақ еді. Сойылдың басы ердің қасына, орта тұсы қара санға тиді. Оңдырмай тиген соққыдан көзі қарауытып, ерден сыпырылып түсіп қала жаздады. Есін әзер жиған Оспанды ақи көз ашу мұндай қыспас. Өзіне емеңдеп, енді тақай берген жігітті сойыл сілтер жерге жібермей қамшымен бастан тартып жіберді. Қара көбейтуге жүрген немеме топшысы қиылған құстай қиралаң етіп аттың бауырына түсті. Осы кезде ат басын кері бұрған алғашқы жігітте жетіп, екеуі шындап сайысып кетті. Қарсыласы сырт көзге қораштау көрінгенмен, ат үсті сайысына төселген, талайды көрген жырынды сияқты. Сойыл сілтісінде де қапылық жоқ екен. Тек тақымындағы аты ұшқалақтау, қызба мал секілді оңтайы келген сәттері бұл етіп жалтарып кетіп, есінің дегеніне көнбей жүр. Адам түгілі көнтерлі мал екеш малдың қайқан қақтырар дойыры қамшы жауырына бірер мәрте тигенмен жігіттің беріле қояр түрі байқалмайды. Тобықтан бірінен кейін бір үстемелете келіп тиген соққылар Оспанды сәл есеңгіретіп жіберді. Көзінің алды бұлдырап, ерғасынан ұстап әрең қалды. Екеуі де бірін-бірін ат бауырына түсірмей жуық маңды ажыратып кете алмастарын түсінгендей, қандарына қарайып алды. Қарсыласы өзін айдап сап отырған жуан қарның айғақты істің бет ашылса, мұнан сырт беріп ел табысына өзі қалатынын жақсы түсінгендіктен сайысқа барын салып кірсе, Оспан алдынан алдырған малдан айырылып қалудан қарадай шошынып, намыс отына киюде. Қанша сілкілескендер есінде жоқ, әйтеуір бойы ауыр тартып білегінен күш қайта бастағанда баса бермей жүрген атын шаужайлай жанаса берген жігітті сыртынан шытпен таңылған басын қарауылға алып тартып жібергенін анық біледі. Екінші соққы да оңдырмай қатты тигенді. Әйтсе де жігіт жерге құлап түспей, ат мойнын құшақтаған күйі басы босаған аттың үстіне кеткен. Басты қарсыласын ат жалын құштырған Оспан жылқы соңынан қайта салған. Қалған үш жігіт тегеурінді қолдың сілтеуімен денелеріне сарт-сұрт тиген қамшыдан бастарын арашалай жүріп, қаша ұрыс салып сытыла берген. Бұл жылқы таң сібірлеп атып келе жатқанда шық түскен, боз далада жосалған жылқы ізімен өзін іздеп шыққан серіктермен кездесіп, бар жайды соларға айтқанды. Алғаш айқасқан жерде аттан өкіре құлаған жігіт қоста жатқан көрінеді. Оны аузы мұрнынан қан кетіп, солық түсіп жатқан жерінен тауып алыпты. Көлік жоқ десті, сірә қараңғыда мұның бар жоғын байқап жатуға мұршалары келмей, серіктелі байтал түгіл бас қайғы деп тартып отырғанға ұқсайды. Мұның атының да солармен ілесіп кеткен анық. Түске тартағана тілге келген жігіт түнгі жортуылдың мән жайын баян еткен. Жігіттің айтуынан ұққандары бұлар Қосағаш жақты емін еркін жайлап жатқан Самай байы салықтың адамдары екен. Ал Сапақтың жылқысын барымталауға неге келдіңдер деген сауалға жігіт маңдытып жауап бере алмады. Бұларды бастап келген Жапаш балуан екен. Жаралы жігіт бір білсе сол біледі. Біз Қосақ арасында жүрген барып кел, алып келдің адамымыз ғой. Бай бізге ақыл қосып ойын ашып айтар дейсің бе деп имандай шынын айтты.
Жонын тілген қамшыдан емес, шынында да қатқақ жерге оңбай жығылғанда иығын шығарып алған екен. Әсіресе сол жанына батқан жігіт қинала ыңыранып жатыр. Бұлар байқұстың бебеу қағуалас ұрғанына қарамай, үстінен басып отырып қолын шалт қимылмен қатты сілкіп тартып қап, иығының буынын орнына салып берген. Көрер таңды көз ілмей атырған жігіт жаны енді ғана жай тауып, қалжасы жаққан жас келіншектей шып-шып терлеп, тұяқ серіппестен ұзақ ұйықтаған. Соңынан бұлар жігітті еліне апарып салған. Осы оқиғадан бір ай өткен шамада адамы мертігіп, әрі ойлаған ойын іске асыра алмай қалған салыққа қарсы Сапақ Әбдікерім болысқа шағымданып, екі жақ билер алқасында жүгініске барған. Ел аузындағы сөзге қарағанда, құн даулап, оннан астам адамын сойылға жыққан тентектерді шығарып бер деп шабынған, жолбарыстай жер сабалаған Самай биі Ақылбайға Оспан жағын жақтаушы Жарылғас Мұса би жеңсік бермепті. Бар жігітті таяққа жыққан жапшас бозбала дегенге Сапақ жағы тіпті илана алмаса керек. Көмейі бүлкілдейтін шешен Мұса би қазақ даласын басып жатқан ескі әдет ғұрып пен салт сананың, рушылдық пен бақталастықтың, тартыс шабыстың ел бірлігін бұзатындығын, Шынтуайтқа келгенде зәбір көрген салық емес, Сапақ жағы екенін, ендеше құн даулауға бұлар ерікті екенін алға тартып қарсыластарына жағаштырмапты. Төрелік айтуға бас қосқан билер алқасы екі жақты да мұқият тыңдап, өз шешімдерін айтқаннан кейін соңғы сөз Әбдікерімде қалған еді. Шен-шекпенге ұмтылып, сүйекке таласқан иттердей бір-бірімен дүрдараз бар, қам-қарекеттері қарабастарының күйкі түрлігінен аспайтын ел жуандарына қарағанда, Әбдікерім би көзі ашық даулы істерді шешуде әділдігімен аты шыққан жан болатын. Қазан төңкерісінен бұрынырақ сонау 1907 жылы шығыстағы Алтай өңіріндегі Қатонқарағай ауданының Шәңгіштай ауылында шаруа арналған мектеп салдырып, өзінің 3 бірдей ұлын сонау Парижде оқытқан ол, заман тынысының тамырын дәл басып білген дегдар жан еді. Билердің қандай шешімге келгенін білмейді. Тек қазылар алдына шақырат дегенде ғана Оспанның буындары дірілдеп, 12 қанатты киіз үйдің ішіне жүрексіне кіргені анықты. Үйге кіргенде сәлемін барлық игі жақсыларға арнаса да, бұл ең биік төрде денесін қаққан қазықтай тік ұстап, өңменнен өтер отты жанарымен адамға ішіп жердей кірпік қақпай шаншыла қарап отырған еңселі, тісі суық адам болыс Әбдікерімнің өзі болар деп топшылаған. Айтқанындай сұрақты қоюшы да, жауаптарды ден қойып тыңдаушы да сол болды. Алды ауыр дейтін Әбдікерім міне алдында отыр. Ат шақты, жазық кең маңдайлы, сұйықтау сәнді, шоқша сақалды, ұшы шолақтау біткен қырмырынды, ақсыр өңді болыс мұның кібіртіктей айтқан сөздерін кешірімді жүзбен бірде айызы қанғандай сәл күлімсіреп, бірде қабағын түйіп қатулана қалып тыңдап отыр. Оның көзін сығырайта қарасында сенейін бе, сенбейін бе, он шақты адамды жалғыз өзі ат бауырына түсірген мынау алдымда тұрған бозбалама. Десе де түр-тұрпаты келісті, бойында бұла күші сыймай тұрған арында асауды қызуғанды жас қой. Кеудесін бастырмайтын намысшылда болар. Ендеше тоят тіздеген қыран шәуледей шеңгілене түскенді түтіп жейтін нағыз дер шағындағы буыршыннан мұқалмас жігермен шалт қимылды күтуге әбден болатын сияқты өзі. Әлде сынап көріп, кесімді сосын айтсам бекен деген ой толғанысы бой көрсетіп тұрғандай. Тағдырын шешер өкімді тосып тұрған Оспанды Әбдікерімнің томағасын шешкен қыранның қуаныш дауысындай саңқ еткен зор үні селт еткізді. Жаңаға айтқандарыңды сөз емес, ісіңмен дәлелдеп берсең, басың азат. Құлшаңды тәубасына түсірген әкеңді білуші едім. Әке жолын қуған жас көрінесің. Саған қояр бір ғана шартым бар, ол мынадай. Сенімсіздік білдіріп отырған салық жағының көзін жеткізу үшін сен тәмам жұрт алдында білек күшін көрсетуің керек. Осы үйге қазір құнан өгіздің кепкен көн терілерін алғызам. Егер онымен жалғыз шайқасқан Алтайдың ағиығы екенің рас болса, өз тағдырыңды қамшының бір сілтеуімен өзің шешесің. Ондай болмаған күнде кісі қанын төккен жан ретінде салыққа құныкерлікке жығып берем, қалауың білсін. Тәуекелге бел болсаң, уақыт оздырмай іске кіріс. Сынақты бастаймыз деді. Оспан не десін? Басын изеп, шартты қабыл алғандығын білдірді. Жерге көтеріле қойылған ағаш үстіне өгіз терілерін бірінің үстіне бірін жазып салып, әлгілерді қамшының бір сілтесімен тіліп түсіру керек екендігі айтылды. Оспан өз тағдырының осыған тіреліп тұрғандығынан ба, болмаса қарға қарғаның көзін шықмайды деп,
жөпелдемеге келгенде өзара ауыз жаласып тіл табыса қалатын ел жуандарының арамза пысықтығына зығырданы қайнады ма, әлде бар сана сезімін ата-анадан тұлдыр жетім қалып жаны жәбір көрген талайсыз тағдырына деген ашу-ыза, ашыну билеп шамырқанды ма, қамшысын атойлап жоғары көтермей-ақ қысқа қайырып қатты сілтеп еді. Дойыр қамшы бес қабат көнтерінің майша тіліп арғы жағынан бір-ақ шықты. Тағдырына қараңғылықтың қаймағы бұзылмай жатқан қазақ даласын қалың тұмандай басып жаншып, арылмай келе жатқан кеселді дертте ескі салт санамен әдет ғұрыпқа деген наразы көңілдің ашынуы мен ашу-ызасын осы соққысымен жоқ етердей қатты сілтенген дырау қамшыны қойып темірді де тіліп түсірердей көрінген. Бозбаланың темірдей тегеурінді қолының салмақты әрі қарымдылығына іштей қатты сүйсінген болыс: «Жарайсың, жігітім. Әкең Жұманның атын бір шығардың, басың азат. Ал сен, салық, бүкіл елді дүрліктіріп, болмашыға шу көтергенің үшін мына жігітке ата шапан айып төлеп, нарға артылған бір тең жүкті осы жігіттің үйіне түсіресің. Сапаққа төлер айыбың өз алдына. Ал сапақ сен салықтың жесірін қайтарасын. Сөз осы. Ал жігітім, жолың болсын. Аусарлыққа ұрынбай, әке мұратындай көрген өнеріңді керексіз жерге пайдаланбағайсың. Өнерің үстем болсын» деп түйіні шешілместей көрінген істі өз пайдасына шешкенді. Өзінің атағын шығарған осы бір алғашқы айқас дәл бүгінгідей жадында сақталыпты. Тек әлі күнге ұғалмағаны көкірегі ояу, заман тынысын қалт жібермей тап басардай көрінген Әбдікерімнің сонау бір аласапыран кезеңде туған топырағын тәрк етіп, шекара асып жатқан жерге Қытайға қашып кеткен еді. Кейбірі соңғы жылдары қайта айналып үйірін тапса, көбінің бетін жат жердің топырағы жасырды. Солардың арасында сонау өткен заманда Петерборда өткен бүкіл орыстық екінші думаға шығыстан делегат болып барған Мұса би мен осы Әбдікерім Ережепұлы да бар. Ол кездің көз көрмеске кеткеніне де не заман. Уақыт бәріне әділ сыншы ғой. Кім бұрыс, кім дұрыс өмір соқпағын таңдап алды, әркім өз ойымен көңіл таразысына салып өлшей жатар. Мұның білетіні там-тұмдап кірген жаңалықтың бәріне үрке қарап, жастайынан қалыптасқан бір жақты көзқарастың күрт өзгеріс ағымына бейімдей алмағаны расты. Қамшының сабындай қысқа өмірінде бұл не көрмеді дейсің. Алғаш жаңа үкімет орнап, кешегі өзі сияқты сіңірі шыққан кедей-кепшік еңселерін көтеріп, жаңа өмір құру ісіне белсене кіріскенде, бұл оданда көп уақытқа дейін бойын аулақ салып, ескіліктің түп тамырына балта шауып, күннен күнге күшейіп, құлашын кеңге жайған кооперативке кірмегенді. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарған қауымның түзелген тұрмысын, шырайланған бет жүзін бұл талай толқып, ақыры осы би мырзаның қоярда қоймай күштеуімен кеңес үкіметінің кооперативіне кірген болатын. Өмір ағысы көрсеткендей, өз тағдырында бет бұрыс болған бұл қадамына өкінген емес, керісінше жабырқау көңілі көтеріліп, күнделікті қызу тіршілік тынысы, тоқталмас еңбек базары жанын жадырата түскен. Ел қатарлы сонау бір болыс шешімімен алған айып, мал-мүлкін салып жүріп, өзі жастайынан сүйген Жанғожа қажының қызы Бикенді алып, шаңырақ көтерді. Өз кіндігінен тараған үмбетінің ортасында біреуден ілгері, біреуден кейін қоңырқай тіршілік құрып, отбасының аман саулығын тіледі. Ел ортасын ойран етіп, індет болып тараған сүзек ауруынан Құдай қосқан қосағынан айырылғанда, арты аяғын апыл-тапыл басып жүрген төрт бірдей жемтігін құшақтап, зар еңіреп қалған еді. Жұртты қынадай қырған ашаршылық жылдары алды, қатты қайырым жұмысқа жарап, бірін-бірі сүйрелеп өсіп келе жатқан балапандарын ажалынан бұрын өлтірмейін деп масақта берген. Нан орнына талқан, ет сорпа орнына бұламық ішкен кезі де аз еместі. Бәрі де бір күндегідей болмай өте шықты. Уақыт тезі өткенді ұмыттырып, көмескі тартқызғанмен, адам санасы соның бәрін тасқа басқан жазудай шашау шығармай жадында сақтап қалады екен. Балалар ержетіп, адам қатарына ілікті ме дегенде, азаматты қанға сатқан соғыс өрті лап ете қалды. Өмірдегі ең қимас көз қуанышы үш азаматын сұм соғыс шалмады. Соңғы алданышы қызы тұрмысқа шыққанда, бұл өзі жалған дүниеде жападан жалғыз қалғандай, жүрегі сазып, запыран жұтқандай қатаулы күй кешкені де өзіне аян. Қазіргі кемпіріне Көккөлдегі кен қазу жұмысына барғанда үйленгенді.
Сол жерде пошта тасумен айналысатын би мырза осынау бір сыпа келіншекке басыңды байлама деп Құдайдың зарын қылып айтқанда көнбеген өз еді. Бертінге дейін әйеліне дүниеге қара орманды мекенін басатын мұрагер ұл әкеліп бермегенін бетіне салық қылып басқаны болмаса шыны керек кінә артудан аулақ болатын. Құдайдың жазғанына не шара, әйелі бауырына бесік баспады. Оның не деп ғайбаттасын, оңаша бір қалған кездерінде көз жасы омырауын жуып отыратын әйелін көргенде байқұсты кереметтей аяйтында. Обал не керек? Күйеу баласымен қызы қолымызға алайық деп неше мәрте келгенде қыз қолына кіруді ар санап, кеждігі ұстап қалған әйел емес, мұның өзі тұғын. Енді міне соңғы сағатын күтіп дәрменсіз жатқан күйі мынау. Бәрінен жаманы адамның өлетінін біліп, соны күтіп жататын екен. Осындай бір кермек ойлар жанды жегідей жеп, іш құса болып жатқанда өткен өмір жолына көз салып, өзіңе өзің есеп беруің қажет сияқтанады да тұрады екен. Иә, бұл өз өмірінде біреудің ала жібін аттап, басқаға қиянат жасап көрмепті. Мосқал тартқан шағында оташылықпен айналысқанында бар. Қолы жеңілме әйтеуір буынын шығарып алғандар мен бір жерінің сүйегі сынғандар өзін пайғамбардай көріп дәрігерге бармай, мұның алдын босатпайтын. Бұл солардың бірінің меселдесін қайтарып көрмепті. Қазіргі жастарға түсінбейді. Бірер грамм ащы су жұтып алсақ болды, әуленкіленіп шырықты бұзып бітеді. Ұзақ ғұмырында бұл тентек суды татып алған емес, қайта мына би мырза қол еңбегі деп салқын сырадан ұрттап жалап ішіп жүреді. Істеген істерінде де берекет жоқ. Сыртқы түрі сияқты өмірде пәтуасыз, ала сауысқандай бір жерде тұрақтап тұра алмай, соңырқалап ауа жайылған сиырдай әр жұмыстың басын бір шалып, күн жаумай малмаңдай су болып жүргендері сол. Ащы су демекші кемпірінің ішімдікке бой үйреткені де Көккөлден елге көшіп келгеннен кейін басталған болатын. Қазіргі күні дүниеге шыр етіп жас нәресте келсе де, қыз беріп келін түсірсе де, тіпті кісі өлімінің өзі осы арақтың қатысынсыз өтпейтін болды емес пе? Әлде содан ба? Болмаса тары құрсағын кеңітіп, тас емшегін ийтер бала сүйіп, ана болу бақытын бермеген тағдырмен ерексе ме, әйтеуір басы ерін тигізумен басталған ішу, кемпірін ақыры салынып, тіпті ес ақылдан айырылып ішетін күйге дейін құлдыратқаны кәміл. Таң алаң елеңде арғы көшедегі Ботбайдың үйіне қоржын сөгуге кеткен кемпірі кешке қарай біреулердің қолтықтағы әкеп тастауымен әзер келері анық. Кемпірі әр нәрсені бір желеу етіп, ауыл үйді осылай адақтап кеткен кездерде тілеуін тәңірі бергір айналайын, көршінің қызы Сәния келіп аст үстіне қарап, аузына қара су тамызып кетіп тұрады. Ұзақ жөтелден сүлдері қалған Оспанның жағдайы таңға жуық күрт төмендеп, дем алысы жиілеп қатты қиналды. Жаны соншама қиналысқа түскен, науқас би мырзаға төсегінің басында ілулі тұрған қамшысын алып, соның сабын сындыруды өтінді. Бұрынғылардың айтуынша, адамның өзі жақсы көретін ең қимас затын сындырса, жан денеден тез шығады екенміз. Әлде сол себеп болды ма, болмаса жан тәсілім етер сәт дәл келді ме? Дойыр қамшының сабы сарт етіп сынғанда, Оспан да егін бірақ қақты. Әйтсе де жүзінде реніш ізі байқалмады. Қайта тауқыметі мол жалған дүниеден армансыз кеткен жандай езуінде болар болмас жымиғандай күлкі табы ілініп қалыпты. Мәйітті ақ арулап жер қойнына берер кезде би мырза сабы ортасынан қақ бөлініп сынған бұзау түсті дырау қамшыны қоярда қоймай иесімен бірге көңгізді. Топырақ сала келгендер би мырзаның бұл мінезіне онша таңданыс білдіре қоймады. Ал ол болса іштей, қош досым, бақұл бол. Көп ұзамай артыңнан мен де барармын. Мына жалған дүниеге келген кемді күнгі қонақпыз ғой. Дәм тұз таусылған күні Алла әміріне бойұсынармыз. Тек артта қалар ауыл аймақ, барша тіршілік тыныш болса екен. Бұл күндері сенің дойыр қамшыңның қадірін біліп ұстайтын азаматтар жоқтың қасы. Жан серігің, сенімді қаруың о дүниеде де өзіңмен бірге болсын дедім. Не дейін? Топырағың торқа, жатқан жерің жарық, иманың жолдас болып, жаның жәннаттың төрінен орын алсын қамшыгер. Қош, қош деп күмбірлеуме болған. Жұрттың бәрі қалың қаратай ел ішінде аты аңызға айналған ең соңғы қамшыгерді жерлеп, соның есімін іштей қайта-қайта Құран сөзінде қайталаумен ауылға бет алды. Бәрінің аузында бір ақ атау,
Ол Қаратай елінің саңлақ әрі ең соңғы қамшыгері Оспан ердің есімі тін. Иә, Бұқтырма өзені бойын жағалай қоныстанған қалың Қаратай елінде атаңызға айналған, сілтегені құр кетпейтін Оспан атты айтулы қамшыгер өмір сүргені расты. Ең соңғы қамшыгер. Сақшы. Ауыл тұрмысының қиюы қашып, жұмыссыз сенделіп қалған тәмам жұрт, жапатармағай басқа жаққа қоныс аудара бастаған кезде, осы дүрмекке ілесіп, ат басын қалаға бұрған көшпенділердің бірі мен едім. Ол, сонау 1994 жылдың күз айы болатын. Қаладан үй сатып алып, бірер айдан кейін Түркістан атты халықаралық газет редакциясына қызметке орналасқанмын. Жұмыс орным тұрған жерімнен сәл қашықтаутын. Сондай қарбалас жұмыс күндерінің бірінде мен мінген автобус Абай даңғылы мен қаланың бас жағына қарай тартып келе жатқан. Даңғыл мен Әуезов көшесінің қиылысында менің көзіме жол шетінде балдаққа сүйеніп тұрған бір жігіт шалынды. Екі балдағын қолтығына қыстырған әлгі адамның оң жақ аяғының тізеден төменгі бөлігі жоқ екен. Бүктеп қайырып қойған шалбарының балағын қайыс белдікпен тас қылып тартып байлап тастапты. Қайыр сұрап тұрған біреуме дейін десем, алақан жаймайды. Тек қалың қабағының астындағы өңменіңмен өтіп кетердей өткір шүңірек көзі өткен кеткенді тінте қарап, бір орында қатып қалған сақшыдай тапжылмай тұрады екен. Арлы-берлі өткен автокөлік жүргізушілерінің көбі оны бұрыннан танитын сынды. Солардың бірі онымен бас изеп амандасса, кейбір оның қолына ұсақ тиын тебен ұстатып кетіп жатыр. Кабинадан сыртқа қарай қол созылсақ, оған екі қарғып жетіп барып, бас изеумен жарылқаушысына рахметін айтып, жаңағы орнына қайта барып тұрады. Осы көрініс күнде айна қатесіз қайталанады отырады. Бара-бара бұған етім үйреніп кеткендігі соншалық, оны көзім шалмаса мазасыздана бастайтынды шығардым. Бірде әлгі азаматты күнде тұратын орнынан көре алмай, ішімнен байғұс азамат ауырып қалды екен, бойынан қажыр қайраты кетпеген, денсаулығы да шымыр шар болады, аймағым көрінген сияқты еді. Не болып қалды екен деп кәдімгідей абыржып қалдым. Келесі күндерде бойымда әлгі жігітті үйреншікті орнынан тағы бір көрсем-ау деген жеңсік сезім билеп, оны шынымен-ақ іздейтін болдым. Бір айдан артық уақыт өткенде әлгі жігітімнің алдымнан жарқ етіп шыға келмесі бар ма? Неге екенін қайдам? Расымен-ақ қуанып кеттім. Содан бір күн аялдамадан әдейі түсіп қалып, жігіттің жанына жақындадым. Өзімнің журналист екенімді айтып, өзі текетес адамдар өмірінен деректі материалдар жинап жүргенімді айттым. Бастапқыда көзін жарқ еткізіп, маған жақтырмағандай түйіле қараған ол бірте-бірте сабасына түсіп, шүйіркелесіп сөйлесе бастады. Таныстық. Есімі Айдос, Ақтөбе облысының Шалқар деген қаласының тумасы болып шықты. Басында үйі бар, үйелмелі-сүйелмелі екі баланың әкесі екенін де айтып үлгерді. Сонау бір жылдары Алматы қаласындағы республика алаңында болған желтоқсан көтерілісіне қатысқан боздақтардың бірі екен. Енді мен одан сол қанды оқиғаның мән-жайын айтып беруін қиыла өтіндім. Желтоқсан оқиғасын еске түсіру оған ауыр тиетінін қиналысты бет-жүзінен анық байқадым. Ойына небір ауыр елестер түскен болу керек, түйіліп көп отырды. Ақырында, жарайды ағай, айтайын, бірақ бүгін емес, ертең. Ең жақсысы біздің үйге келіңіз, емін еркін отырып әңгіме сұхбат құрайық. Береговой мен Шаляпин көшелерінің қиылысында тұрған 4 қабатты нөмірі 16 үйдің 2 қабатындағы 11 пәтер. Есіңізге сақтадыңыз ғой? Әне сол нөмірге келіңіз деп өзінің мекен жайын айтты. Осыған келістік. Оны өзі қаламаса да, бағанадан бері едәуір уақытыңды алып, біраз напақаңнан айырдым білем. Мына 1000 теңгені қайыршыға берген садақ емес, жаңадан тапқан бір ағаңның қол қайырлығы деп қабыл ал деп, қоярда қоймай қолына ұстатып кеттім. Мұндай намысқой болар ма? Өлердегі сөзімді айтып жүріп, оны әлгі ақшаны алуға әзер көндірдім. Ертеңінде редакцияға барып жөнімді айтып, келіскен уақытта Айдостың үйіне келдім. Баспанасы 2 бөлмелі шағын пәтер екен. Мені отағасының өзі қарсы алды. Аман саулықтан кейін еш балдақсыз жүріп, мен үлкен залға қарай бастап жүрді. Бөлменің тура ортасында үлкен үстел қойып, дастархан мәзірін жайнатып қойыпты. Диванға жайғасып, әңгімелесуге қам жасадық. Мен блокнотым мен қаламымды, сосын диктофонымды қосуға дайындалып жатыр едім. Айдос, ереке, осы асай мүселеріңді сұқаным сүймейді. Лажы болса, соңыңызды қоспай-ақ қойсаңыз,
әңгімеміз еш мәжбүрлеусіз, емін-еркін жағдайда өтсе деймін. Сонау желтоқсан қырғыннан кейін жаппай қудалау басталып, сезіктау дегендердің бәрінен жауап алу басталғанда, әлгі үш әріптің талай-ақ осы диктофонмен сан мәрте зықымымды алған болатын. Содан бергі осындай аспаптарды көрсем қаным басыма шабады. Одан да бір жайбарақат отырып әңгімелесекші деп, бұған қарсы емессіз ғой деді. Не дейін, онымен үнсіз келісіп басымды изедім. Әңгіменің көрігін енді баса бергенімізде бөлмеге буы бұрқыраған үйме табақ етті көтеріп қара торы өңді, оң жақ бетінде қара қалысы бар, шашы белуарына түсетін иман жүзді жас келіншек кірді. Иіліп сәлем салып табақты үстелге қойды. Аяғы ауыр екені бұлтиған ішінен білініп тұр. Айдос болса, ағасы, мына кісі осы үйдегі келініңіз, есімі Қайыр Ниса, ұйғыр ағайындарының қызы, қазір өзінің ана тілін ада көде ұмытқан, таза қазақша сөйлейді. Сөз жарастырсаңыз, өзіңізді жаңылдырады. Қамырды сағызша созып, қандас туғандардың лағман, палау сияқты жеңсік астарын дайындаудың қас шеберді деп әзілдеп, қосағының мақтауын жеткізді. Әйел оған ләм деместен, сынық мінез танытып, жымия күліп тұр. Ерлі зайыптылардың отбасында бір-бірін қатты сыйлайтын баянды береке орныққанын байқадым. Менің ойбаяу осынша шабылғандарың не? Бір-екі ауыз әңгімелесуге келген адамның бәріне осылай шашыла берсеңдер, нелерің қалады деген сөзіме Айдос, бүгінгі әңгіме отала келген әйелдің өсек аяңындай аз уақытта біте қалайын деп тұрған жоқ секілді ғой. Сондай асығыс жүрген әйелдердің өзі ең бері дегенде 30 ауыз сөз айтып кетпей ме? Қонақ сыйлап өскен елдің балалар емеспіз бе? Бір ініңіздің үйінен дәм татып кетсеңіз, артық етпес. Әрі ата-бабаларымыз қуыс үйден құр шықпа демеп пе еді. Дәстүрлі сыйлап жөнімен ұстай білмесек кім болғанымыз? Одан да қолыңызға пышақ ұстап, етті турай беріңіз деп жауап берді. Үй иелерінің ақ пейілдеріне рахметімді айтып, ет турауға кірістім. Еттің наны бабына келіп піскен екен. Тіл үйрет. Ас алдында тәбет ашар болсын деп бірер стөпкі ақаңды да жылы орнына аттандырдық. Айдос өзінің тентек суға онша үйремес екенін, тек той томалақ пен қуанышты мейрамдарда ғана аздап ерінге жағатын айтып, ақталғандай болды. Мен оның бұл ісін құп көрдім. Тамақтанып болған соң балконға шығып біраз демалдық та, қайта бөлмеге кіріп әңгімемізді жалғастырдық. Енді Айдостың басынан өткен тағдыр тауқыметіне назар салыңыздар. Мен одақ кезінде жастарының бұзықтығымен аты шыққан Ақтөбе облысының Шалқар станциясында дүниеге келдім. Бұл қалада түрмеден босатылып, қаладағы арнайы салынған жатақханаларда еркін тұрып, еңбек етуге мүмкіндік берілген сотталғандар көп болатын. Сол кездерде Қаптау өңірінен келіп, құрылыс жұмыстарында істейтін шешендер де аз еместін. Қаланың жастары көше-көше болып өз-өздерімен, кейде әлгі сотталғандармен болмаса, шешендермен қырылысып төбелесіп кетіп жататын. Бала кезден есімде қалғаны, 7-ші сыныптан кейін сәл есейген балалардың көшеге қалтасына пышақ салмай шықпайтындығы еді. Сондай ортада өскендіктен болар, жасырақ кезіңде менің де қыз балығым бір басыма жетерліктін. Одан от басып, талай рет опық жегенмін де. Әкем темір жолда, шешем станцияның кассасында есепші болып жұмыс істейтін. Отбасында барлығы 6 баламыз. 3-еуі қыз, қалғандары ұлдар. Мен 3 апайымнан кейінгі еркек кіндіктілерден бірінші, жалпы бала саны бойынша 4-ші болатынмын. Ата-анамыз барлығымызды оқытып жеткізіп, адам қатарына қосты. Апайларым тұрмыс құрып, басқа әулеттердің түтінін түтетіп отыр. 2 інім де отау құрған, балалы шағалы. Бір інім жоғары білімді, екіншісі кәсіптік техникалық училищені бітірген. Ең кенже інім өзімнің қасымда осы қалада тұрады. Үйі келесі көшеде. Пәтшағардың мінезі шатақ. Әкем ауыл үйдің шырқын алып болды. Қайдағы бір қағылған соғылғандарға қосылып жүр. Бір күні от басып түрмеден бірақ шығама деп, секемденуден әбден зұқымыз қашты деп шағым айта берген соң, ағалығымды алға тартып інімді зорлағандай қылып осында қасым алып келгем. Қазір жынын алдырған бақсыдай, не айтсам да дыбыс шығармай, менің айтқанымен жүреді. Оған да шүкіршілік етіп қоям. Кешіріңіз, бірді айтып, бірге кетіп жатырмын. Әңгіме төркіні желтоқсан көтерілісіне қатысты өрбуі керек еді ғой. Енді соған көшейін. Иә, ол оқиға әлі күнге дейін жадымда. Өйткен ол менің одан кейінгі тағдырымды тура 180 градусқа бұрып жіберген. Есімнен әсте шықпайтын айтулы оқиға еді. Онда мен Алматы қаласындағы политехникалық институттың 3-ші курсында оқып жүргем. 1986 жылы қақаған аязды күндері Алматыдағы республика алаңына жиналып, саяси билікке наразылық танытып,
ереуілдеген жастар арасында мен де бар болатынмын. Біздің жастардың намысына тигені Мәскеу билігінің Қонаевты 18 минут ішінде қызметінен алып тастап, оның орнына қазақ халқының мінез-құлқы мен менталитетінің исі де мұрнына бармайтын қайдағы бір Колбин деген біреуді әкеліп отырғызған еді. Қаншама жыл бойы республиканы басқарып келген білікті басшы Мәскеудің қаһарына ұшырап, бірақ күнде керексіз болып қалған. Біз үшін Қонаев болмаса да ел билігін басына әйтеуір бір қазақ ұлтты басшы келсе болғанатын, ең бастысы Қызыл империя басшылығы елдің негізгі халқы саналатын байырғы ұлт өкілі қазақтардың уәжіне құлақ аспады. Құлақ асқан былай тұрсын. Томырық мінез көрсетіп, бейбіт шеруге шыққан жастарға қарсы әскери күш қолданды. Жалынды жастардың үрейін ұшыру үшін Кремль Колбинге әскер шақыруға кеңес берді. Сөйтіп шақыртылған әскери Ресей мен Қырғызстаннан әкелінді. Шашал десе бас алатын әскер көзіне көрінгенді темір күрекпен, келдекпен, ауыр арматуралармен аяусыз соққыға жығып жастардың қанын төкті. Намысқой қазақ боздақтары өздерінің саяси додада көкпарға тасталғандарын білмеді. Еркек тоқты құрбандық демекші, сол додада құрбандыққа шалынған талай жастың болашақ тағдырының тамырына балта шабылды. Қылышынан қан тамып тұрған Қызыл империяның саясатына қарсы шығу былай тұрсын, оны мақұлдамаудың өзі қылмыс, күнә саналатын. Ол кездерде мұндай тегеурінді ереуілге шығу сөз жоқ, нағыз ерлік болатын. Ереуіл толқыны қатты болған алғашқы 2 күнде де мен алаңда болдым. Екінші күні жас қазақ қыздарын саперлік қысқа темір күрекпен қан-жосы етіп ұрып жүрген орыс ұлтты жасауыл әскерлермен жағаласып, олардың тырнағынан біраз аруларымызды арашалап алғанбыз. Бірақ өзімнің оң жақ аяғыма көп соққы тигендіктен аяғымды әзер сүйреп басып жүргем. 3 күнге созылған у-шу басылып, артынан биліктегілер ереуілге қатысқан кінәлілерді індетіп іздей бастағанда, бастан құлақ садақа деп ауылға тартып кеткем. Аяқ күп болып түсіп кеткен мені пойызда жолдастарым сүйемелдеп әкеп салып жіберген. Ойым даңғаза шу басылғанша ауылда бой тасалай тұру болатын. Бірер ай өттер өтпесте қуғыншы бұл жаққа да келіп жеткен. Амал жоқ, тағы қашып Ақтөбедегі әкемнің інісінің үйіне барып бой тасаладым. Еміс келген хабарлардан мені институттан шығарып тастағанын білдім. Оқудан осылайша қуылып, маман болсам-ау деген өкіл үмітпен бір жолата қоштасуға тура келген. Әне-міне келіп ұстап әкетеді деп жүргенде 3 ай уақытта зыр етіп өте шыққан. Оң жақ аяғым қарасанға дейін қап-қара болып түсіп кетті. Тіпті жаны бар жоғын сезіне алмайтындай күйге жеттім. Содан ағам әр кетсе ұстар, атасынан әлет. Бұлайша тығылып жата берсең, жараң асқыным өмірмен қош айтысуың ғажап емес. Айда, облыстық ауруханаға барып, аяғыңды дәрігерлерге көрсетейік деп, сонда алып барды. Дәрігерлер аяғымды рентгенге түсіріп, өзара консилиум өткізгеннен кейін аяғың гангренаға айналып кетіпті. Уақытын өткізіп алғансың, емдеуге келмейді, операция жасап, тізеден жоғары жерден кеспесе, өміріңе үлкен қауіп төніп тұр. Тезірек бір шешімге келіңдер деген соң, ағам әкеме хабарласып, ақыры ақылдаса келе операция жасатуға тура келген. Желтоқсан оқиғасынан маған өмірлік ескерткіш болып қалғаны міне мына молаң аяқ. Әрине өкінішті. Десе де бастарын өлімге қиған Қайрат пен Ләззат сынды боздақтарымыздың тағдырына қарағанда біраз шығынмен құтылдық қой. Соған да шүкіршілік деу керек шығар. Нағыз ерлер әне солар ғой. Тергеушілер әдейі әкеліп беттестіргенде Алматыдағы Құрылыс сәулет институтының доценті Әркен Уақыпты ереуіл кезінде көрген жоқпын деп, оны ажалдан арашалап қалған сол Қайрат Рысқұлов бауырымыз еді ғой. Сол тұста ұрандардың бәрін жалғыз өзім жаздым деп, ажал құрығын басқалардан аулақтатқан Жансая Сәбитовадай намысты қазақ қыздары да аз болмаған. Жастардың намысын жанып, тұтастай бір ұлттың тағдыры таразы басына тартылған алмағайып кезеңде өзімнің солардың арасында болғанымда әлі күнге дейін мақтаныш тұтам. Артынан мемлекеттік деңгейге комиссия құрылып, кінәсіз жазаланғандардың көбі ақталды ғой. Солардың арасында мен де бармын. Жас кезімде армандаған жоғары оқу орнын сырттай бітірдім. Бірақ ол мамандықпен жұмыс істеуіме мүгедектігім мүмкіндік бермеді. Жағдай осылай қалыптасқасын, әрі мүгедектігім үшін алатын азынаулық зейнетақы шіп-жемнен артылмағандықтан туған туысқандарымның көптеп көмектеп демеуінің арқасында бір дүңгіршек сатып алып, біраз жыл бойы етікшілікпен айналыстым. Әжептәуір қаражат жинап алған соң осы 2 бөлмелі үйді сатып алудың сәті түсті. Ауылдан інімді алып келіп, оны да осы өнерге бауладым. Кейінірек шағын 1-2 дүкен ашып,
Бәрі жұмысты әлгінімнің қолына бір жолата тапсырдым. Басқарап отау көтердім. Өмірге 2 сәби келді. Зайыбым Қайырниса екеуміз ел қатарлық қоңырқай тіршілік етіп отырмыз. Күні бойы үйде бос қарап отыруға шыдамай, бертінде бой жазып далаға шығып, көше бойында тұрып басқа адамдармен сөйлесуді әдетке айналдырдым. Ешкімнен қол жайып садақа сұраған емеспін. Берсе алам, бермесе өкпе артпаймын. Олар да мені танып алған. Қимас көз танысын көргендей, әрқайсысы бас изесіп амандасып жатады. Соңғы кездері көшеге шығуды сүйреттім, өйткені сонау кеңес дәуір кезінде мына Ресейдегі Барнаулға барып салдырған протезім әбден тозып, молақ аяқтың сүйегін қажап бітті. Амандық болса, ақша жинап соның жаңасын салдыруға үйреншікті Барнаулға тағы барайын деп отырмын. Елдегі ортопедтерге көңілім толмайды, әрі олар өздері көрсеткен қызмет үшін әкесінің құнын сұрайды. Жол шығыны демесеңіз, протезді сырт елде салғызған біздегіден 2 есе арзанға түседі. Мінекей осылайша жүріп жатқан жайымыз бар. Келем десеңіз есік ашық. Үйді көрдіңіз, мұнда келер жолды жақсы білесіз. Анда-санда болса да біздің үйге бас сұғып келіп кетіп тұрыңыз. Оның үстіне өзіңіз байқаған боларсыз, жуықта біздің әулетке тағы бір ұрпақ қосылғалы тұр. Мына келініңіздің босанатын уақыты таяп қалды. Ақ түйенің қарны жарылған күні біздің қуанышымызға ортақтасатын боларсыз. Сізді міндетті түрде шақырамын, деді. Оның әңгімесін тапжылмай отырып тыңдаған мен сұхбаттасыма рахметімді жаудырдым. Осы кезде есік қоңырау шырылдап, Қайырниса аққудай қалқып барып есікті ашты. Үйге ентелей кірген бір-бірімен тетелес 2 ұл үйде бөгде адам бар екен байқап қалып, ассалаумағалейкум деп жарыса сәлем берді. Мен де үлкен азамат болыңдар деп жатырмын. Отбасындағы тәрбиенің жақсы екенін байқап отырмын. Шамасы 4-5 сыныпта оқитын әлгі екеуі үстеріндегі киімдерін шешісімен, олардың әрқайсысын орнына қойып, өз бөлмелеріне озды. Біраздан кейін қолдарын жуып келіп, үстел басына отырып тамақтануға кірісті. Қос баласына мейірлене қарап отырған Айдос, осы үйдің қос еркесі, міне осылар, оқулары жақсы, қақсоқтары жоқ, түзу болып өсіп келеді. Менің басты үмітім де осылар ғой. Елден қалмай оқып, ер жетсін деп, бар жақсылықты осы екеуіне жасап отырмыз. Біз қанша жасайды дейсіз? Ертеңдері ата-анасының орнын басып, әулеттің түтінін өшірмей, өмірді әрі қарай жалғастыратын ұрпақ қой бұлар. Бойымда, жаным барда, осылар деп өтерім хақ. Ер жеткен соң ата-ана еңбегін бағаламау осылардың еркінінде. Жалпы отбасындағы әубастағы тәрбие түсу болса, кез келген бала терте өсіп, әулет атына кір келтірмес деп ойлаймын, деді. Оның сөзін мақұлдап басым дезеген менің көзім қабырғадағы сағат тілінің біразға барып қалғанын шалып қалды да, үй иелеріне рахметімді айтып, кетуге қамдана бастадым. Мені қауқылдаса жүріп есік көзіне дейін шығарып салған ерлі-зайыптыларға ризашылығымды білдіріп, сыртқа беттедім. Төменге түскеннен кейін бұрылып артыма қарасам, үйдегілердің бәрі балконға шығып маған қолдарын бұлғап тұр екен. Мен де қолымды бұлғап, аялдамаға қарай бет түзедім. Менің сақшы деп ат қойған Айдос інімнің басынан өткен тағдыр тауқыметі міне осындай екен. Бұл бір жағынан ауыр болса, екінші жағынан үлгі-өнеге боларлықтай өмірлік тарихы бар желтоқсан батырларының бірінің ғана басынан өткен оқиға. Ондайлар елде қаншама десеңізші. Сірә қолда барда алтынның қадірі жоқ дегенді біздің үкімет елеп ескере ме екен осы? Әй қайдам.